Баршаңызға сәлем. Бүгін панкейки пісіреміз. Ыдысымызға қантымызды салып аламыз. 3 жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратамыз. Сарыларын қантымызға қосып, ақтарын жеке ыдысқа саламыз. Осы белогымызға шым-шым тұз қосып, миксермен әппақ болып ағарғанша көпіртеміз. Әппақ болып көпірген массамызды былай қоя тұрамыз. Енді жұмыртқа мен қантымызды араластырамыз. Оған сүт қосамыз. Оған сұйық май қосып араластырамыз. Разрыхителімізді ұнға қосамыз. Құрғақ массамызды сұйықтығымызға қосып, жақсылап бір араластырамыз. Енді осы массамызға бағанағы дайын тұрған белогымызды 2 бөліп, жақсылап араластыра отырып қосамыз. Бізде осындай нәзік воздушный қамыр шығады. Табамызды отқа қоямыз. Табамыз қызған кезде 1 ас қасық теста құямыз. Бетінде осындай тесіктер пайда болған кезде екінші жағына ауыстырамыз. Осылай барлық панкейктарымызды пісіріп аламыз. Осымен үлпілдек нәзік панкейктарымыз дайын. Мен қаймақпен және балмен ұсындым. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін.